қу тағдыр. Біреуді жылаттың, біреуді күлдірдің. Ойласаң, жалған кімге опа еттің. Аяғын сылти басып, ілбіп бара жатқан, шопаны киінген адамның тағдыр тауқыметі шаршатқан жүдеу жүзінен, нұр қашып өлеусіреген көздерінен таныс бір бейне елес бергендей болды. Ойланын қарап барып, соңынан қарадым. Иә, жаза баспаппын. Оны таныдым. Соның өзі екен. Бала кезімізде де, шамамен 4-5 сыныпта оқимыз. Сыныптас қыздың ағасы әскерден оралыпты. Қаладан келіншек ала келіпті. Қызықшылықты тойлауға кешке отырыс болады екен. Қызықтан құр қаламыз ба деп, ортадан орын тимесе де, дәлізде тұрып есіктен сығалаудың өзі қызық қой деп, біз де асықтық. Сыныптасымның ағасы ептеп, қызулау, көңілді көңіл күймен шарқылдап ортада жүрген. Аса көрікті болмаса да, ақ құба өңді, көкшілдеу көзді, нәзік боз бала қыздарға сүйкімдеді. Өз қатарлы ауылың бойжеткендері көзінің соғын қадап, үміттеніп жүретін. Бірақ бір таңданарлығы, ол маңайына үйілген сол қыздардың біріне де көз қырын салмастан таңдаған сұлуын қаладан тапты. Келіншегінде көрдік. Ойпырмай, бір-біріне жарасқан мұндай жұпты бұрын соңды кезіктірмеппін. Әппақ сүттей сүйкімді жүзіне көрік беріп кегіл шашы еркелей төгілген. Бота көздері жәудіреген. Сымбатты да келіскен, бұл сұлуды нағыз еліктің лағыма дерсің. Шөп шаламның ішіндегі жалғыз раушан гүлдей құлпырып, бірден көзге түседі. Айранмен жуған шаштарын шілкеге түйген, ұзын көйлегінің етегі сүметіліп, тобыққа түскен біздің ауылдың қыздарынан гөрі шашы ғана төгілген. Қалалық сән үлгісімен тізеден жоғары қысқа юбка киген, бұл жеткен біздің көзімізге ертегідегі нағыз арудай көрінді. Ал ағамыз болса, отырыстың гүлі, жігіттің сұлтаны дерсің. Жағасы ашық, ақ көйлегі желбіреп, толқынды шаштарын сілкіп тастап, көздері от шаша қарағанда, менмін деген кез келген бойжеткен тоқ соққанда есеңгіреп, сылық түсетін. Біздер үшін де, ауылдың үлкендері үшін де, сол ағамыздың үйлену тойы, қаладан әкелген сұлу келіншегі көпке дейін әңгіме желісіне айналып, жыр болып жүрді. Уақыт жүрдік. Арада жылжып, жылдар өтті. Біздер бойжеттік. Бір кездегі сәмбі талдай майысқан, сұлу жеңгеміз толысқан. Ақ барқтай әдемі әйел болды. Бірінен соң бірін домалатып, ағамыздың үйін балаға толтырды. Естуімізше бәрі қыз бала екен. Ол тумадың деп кінә артып ағамыз ішімдікке үйір бола бастапты. Үйір болып қана қоймай, арада жылдар өте ащы сумен ажырамас дос болып алған. Бұрынғыдай емес, көзінің оты сөніп, шашына ақ қырау басқан. Жеңгеміз қыздарын жетектеп, қаладағы төркініне бір кетіп, бір келіп жүрді. Әйтеуір шырқы бұзылған отбасылық өмірлері ырың-жырыңмен өтіп жатты деп естейтінбіз. Ақылын араққа айырбастаған ағамызбен алысып жүріп, жастық жылдарын жылаумен өткізген жеңгеміз айықпас қатерлі дертке шалдығыпты. Бойжеткен қыздарын ұзатып та үлгермей, сол дерттің құрбаны болды. Ал ағамыз болса, бұл кезде құлап жатып шетін халге жеткен. Жақын жуықтарының бәрі теріс айналып, тірі аруаққа айналған оның жүзін көрудің өзі аянышты ғана емес, қорқынышты да еді. Арыстай азамат өзінің түбіне өзі жетті. Бұл күндері әке-шешенің көзі кеткен. Туыстары адам болуынан әбден күдерін үзіп, іргесін аулаққа салған. Ішкен арағы ақыл есінен айырып, бейшара кейіпке түсірген ағамыздың әлгіндегі мен көрген адам нанғысы шынайы бейнесі сол еді. Ащы судың құрбаны болып, құрдымға кеткен өзіне өзі орғазып, түпсіз терең шыңыраудан шыға алмай, міскін халге түскен бұл азаматтың осындай ауыр тағдыры кім-кімге де сабақ болса екен деймін. Қас қағымда өте шығар қысқа ғұмыр адам боласына бір-ақ рет беріледі. Ендеше жарық дүниенің азабын емес, ғажабын көруге ұмтылғанға